Assalamu alaikum dostlar, қалайсыздар? Қазақша каналға қош келдіңіздер. Сіздердің алдарыңызда мен Қайтмұрат. Достар, сағат қазір 10:48 минут кетті. Мен 5-6 заказ жасадым. Негізі видеоды ертең түсірем деп ойлағам, бірақ ертең мен жұмысқа шыға алмай қалуым мүмкін екен. Сол үшін бүгін шығаратын болдым. Бүгін түсірем. Алла қаласа ертең шығарам. Бағана негізі бүгін түсірмеймін деп ойлағаным, басқа жұмыстар шығып қалды. Соған таңертең баратын болып, кеше бізде 0 градус қана болып тұрған, қазір масқара 26 градус болып тұр, бірақ ощущение бағана бір жолаушы айтты, ощущение 39 көрсетіп тұр дейді. Масқара соғып шынымен. Мен кеше кешкісін бастаған -10, -15 болды. 0 градустан күрт өзгеріп, қазір -30 болып тұр. Сол түнде мойкаға барайын десем, мойка деген енді очередті айта алмаймын. Анау очеред. Содан кейін кетіп қалдым, таңертең ерте келіп жоғым деп. Бүгін таңертең барсам, бүгін таңертеңнің өзінде очеред болып тұр. Кезек қатты көп болған жоқ. 2-3 машинадан кейін кірдім. Содан кейін жуып алдым. Шығып, 1-2 су тамған жеріне сүртіп жіберейін деп шықсам, тряпкам мұз болып қалды. Сондай суық болып жатыр. Енді қазір мен 9-10-да бір жерге барам деп біреуге уәде беріп, сол жақтарға барам, бүгін видео түсірмеймін деп ойлағам. Оған дейін 2-3 заказ, 2-3 тапсырыс жасайым деп тапсырыс жасадым. Қандай бір 5 тапсырыс жасадым. Одан кейін бағана айтқан жеріне бардым. Барсам біраз ақша тауып қойыппын. Содан кейін бүгін түсіре салайын дегім. Ол жерге барғанымда 5 заказ 7700 теңге болып тұр еді. 6 заказ 8800 бет, сондай болып тұр еді. Қазір одан кейін мені тағы бір заказ алып келдім. 10.000 теңге болды 7 заказымыз. 7 тапсырысымыз 10.000 теңге болып тұр. Енді мен бірдеңені ұмытып кеттім. Қазір мынау доставка түсіп қалды. Мынандай суықта білмеймін. Қалай болады, қазір бір доставка жасап көреміз. Егер қатты суық болып, жаурап қалып жатса, міне машинаның өзінде мен мынандай курткада отырмын. Қатты ыстыққа қояйын десем, адамдар кіріп отырып курткада отырады, олар ыстықтап кетеді. Көп не істей алмаймын, пешті көп қоса алмаймын. Сол үшін өзімде курткада отырмын. Пешті бірге қойып қойғам. Дала деген страшно аяз. Енді қазір міне кіріп көреміз, доставкаға келіп тұрмын. На место дегенді басайын. Мен 11 подъезд, 8 этаж, 11 подъезд. Мен 11 мен 12-нің арасында тұрған екем как раз. Соған кіріп, қазір бір тапсырыс жасап көреміз. Доставка, егер ақшасы жақсы болса, далада жаурап қалмасам, жасауға болады. Егер жаурап, бағанадай не место, орын жоқ болып, машинаны алысқа қоятын болсақ, доставканы бүгінше өшіріп қоя тұрамыз. Ал кеттік. Алайық. Мынау есікті ашсам үріп тұрған. Мынау айналарды қараңыз, мұз болып қалған. Қазір ғана ашылды, қолын жабылады. Көрейік, машинаны кілтін алдым. Машинаны сөндірмейміз. Себебі қазір келіп отырған кезде жылы болып тұрады. Машина тап-таза жуып алдым бағана. Жоқ қояқ. Лифт бесплатно шығар.
бесплатно болмаса 8-ші этажға көтерілу. Жақта лестница шығар. Кетіп жатырмыз. Бесплатно. Мінекей достар, біз келдік, как всегда. Парковка жоқ, но жолдың бойы. Осылай қоямыз. Басқа амал жоқ, енді не істейміз? 2-3 минутке қоя тұрамыз. Аместен басайық. Dostlar, мінекей мен доставканы бердім. Тағы доставка шығып тұр ғой. Çok өткіземіз. Доставканы бердім. Комфорт тариф республикадан шықты. Достар, дала деген бар ғой. Болмай деген доставкада жұмыс істеуге. Қазір отырып машинаға жайғасып, доставка тарифін бүгін сөндіріп қоймасақ, ақшасы да былай көп шығып атқан жоқ, бірақ ыстық суыққа түсіп шыға беріп денсаулықты құртып аламыз. Бүгін доставканы өшіріп қоя тұрамыз. Басқа амал да жоқ. Қазір бізге республикадан заказ түсті. Кеттік біз. Dostlar, biz zakaz қабылдадық. Осы жерге адам алып келдім, осы жерден заказ түсті. Соған бара жатырмыз. Мінекей достар, 11 тапсырысымыз 15 мың теңге болды. Достар, міне сағатта 12-ден 40 кетті, 36 кетті. Енді біз түскі тамақ ішіп алайық. Біз осы уақытқа дейін 11 тапсырыс 15 мың теңге болды. Күшті, бұл негізі өте жақсы көрсеткіш, себебі әрқайсысы тапсырыс 1400 теңгеден таза. Сондайдан айналып тұр. Мен ойлаймын, бұл күннің суығынан, погоданың күрт өзгеруінен шығар. Яндекс барлық заказ қымбат шығуы. Сол үшін қымбат шығып кетті. Мейлі біз қазір түскі тамақты ішіп алайық, демалып алайық, 1 сағат, содан кейін қайтадан жұмысқа шығамыз. Достар, мінекей
Түштен кейінгі бірінші заказымыз түсті. Аламыз, кеттік. Мен екінші заказды алып келдім, қазір ғана 2300 теңге шықты. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь. Жүреміз. Линиядан шығып қоямыз, себебі қазір ғана келген жолаушы өтініш жасады. Мені күте тұрмысшы қайтадан шығамын деп. Осы жерге кіріп кетті. Қазір шығады. Қайтадан алып кетеміз. Неке достар, біз бағана кісіні алып келдік, осы кісі еді. Ол кісіде қазір қосып қойын. 2000 теңге берді, наличныйға. Кішкене 10 минуттай күтіп отырдым. Мысығы бар екен, мысығын операция жасатқам, соған бір теңге жасаймын деді. Вакцинация дедім, түсінбедім. Соны жасаймын, содан кейін соны жасатып шығам, содан кейін алып келіп қоя, соған 2000 беремін деді. Бір 10-12 минуттай күтіп отырдым, 2000 берді. Міне алып келдім, қатты алыс емес, бір 4-5 километрдей бар. Енді міне қазір қостық. Қазір заказ түссе, тағы жалғастырамыз жұмыста. Достар, заказ түсті. Достар, мінекей сағат 19:30, 7:30 болды. Мен 21 тапсырыс жасадым. Заказ түспей жатыр бір. 7-8 минуттай отырған шығармын. Қазір ғана түсіп, отмена болып кетті өзі. Бірдеңе жасап үлгерген жоқпын. Отмена болып кетті. Сол 25 тапсырыс күтіп отырмын. Бір сағаттардан кейін бір жарты сағаттай перерыв жасап алсам, содан кейін арқарай тағы бір жұмыс жасаймыз. 2-3 заказ көреміз. Болып жатса тағы жасаймыз, болмаса сонымен бүгіндікке тоқтатамыз. Мінекей достар, сағатта 23:30 болды, түнгі 11:30 осы уақытқа дейін жұмыс істедік. Енді арасында кішкене перекур болды, обед болды, кішкене демалдық, соларды алып тастағанда. Енді таңертеңнен кешке дейін емес, 2-3 сағатта алып тастаймыз, сол міне осы уақытқа дейін жұмыс істедік. Енді біз осы уақыт ішінде 26 тапсырыс жасадық, күн өте қатты суық болды, доставканы сөндіріп қойдық. Заказдардың көбісі 90% комфорт тарифінде жүрді. 26 тапсырыс 30.400 теңге болды. Мен қазір экранға жазып қалдырамын. Ал сіздер мынау каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.